Адамның нағыз тыныштығы, адамның нағыз бақытты сәті бір нәрсені іздеп жүгіріп жүргеннен емес, дәл осы жерде тоқтап, өз тыныштығында отырып, өзіне сұрақ қойып кезде, өзінің тыныштығын тапқан кезде басталады нағыз өмір. Сол тыныштықта өзің бар екенің, өзің, біреудің қажеті жоқ қасыңда, тек өзің болып ұзақ жететінін түсінесің. Сол тыныштықта өмір бар екенін, сол тыныштықта бақыт бар екенін, барлығын бар екенін, осы жерде бар екенін түсінесің. Ол деңгейге жету үшін сен өз тыныштығыңда отыра білуің керек. Барлық білім де, барлық өмір де мына өзіңнің тұла бойыңнан энергияда жаймен табиғи түрде ағатын болады. Сен оны көрмесең де оны сезесің. Сондықтан да барлық адам сырттан біреуді іздеуге үйретіп қойған. Біздің барлық ойымыз, жүрегіміз, барлығы сыртта. Сыртта жүрген кезде адасасың. Сондықтан да бірінші өзіңе бұрыл, бірінші өзіңді тап, бірінші өзіңді зерікте. Сол кезде әлемнің барлығы өзінің есігін ашатын болады.